Toyды көтеріп атсын айналайын. Осы кешеден бері атсалысып біздің тойымызға, мынау сенің еңбегің айналайын. Бақытты бол. Алла разы болсын. Рахмет. Сау бол. Рахмет. Кешеден бері айтып жатсыз ғой. Кеше қызың тойына шыққан кезде тойды жақсы өткіздің, Атырауға шақырам деп айтып кеттіңіз. Содан кейін менде екі есе жауапкершілік болды. Бүгінгі той қалай өтеді екен? Бүгін көңілдеріне шыға алмай қалмай ма деп. Бүгін де көңіліңізді білдіріп, Алла разы болсын. Енді бір кісі көшеде келе жатып, жерде жатқан қарғаны көреді. Қарғаның көзі соқыр, қанаты сынған екен. Әлгі кісі уайымдайды. Мына қарға өлетін болды ау. Өзінің көзі соқыр, қанаты сынған. Енді өледі ау деп қарға қарап уайымдап тұрған кезде, сау қарға тағы да ұшып келіп басқа екінші. Ана соқыр қарғаның аузына тамақ салып жатыр екен. Сол кезде бұл кісі ойлайды. Алла тағала бәрібір өлтірмейді екен ғой. Қандай жағдай болса да. Мен барып үңгірге құлшылық етейін деп кетіп қалады. Оны естіп ауылдың адамдары біреу тамақ апарады, біреу су, біреу төсек, біреу әңгіме айтады. Сөйтіп уақыт өтіп жатыр, әлгі кісіні әулие деп атап кетеді үңгірдегі. Оны бір ғұлама естіп, танысайын, зиярат етейін деп келеді. Танысып, әңгімелесіп, сұрасып, содан мынаған үңгірге қалай құлшылық етуге келдіңіз деген кезде әлгі ағамыз айтады, баяғы екі қарғаны, соқыр мен сау қарғаны. Сонда ғұлама ойланып отыр, былай дейді: сіз неге дейді соқыр қарғаның кейпін алғансыз дейді. Неге сау қарғаның кейпін алмағансыз? Асылында шариғатымызда айтады: әлсіз адамнан әлді адам жақсырақ дейді. Алғаннан берген хайырлы дейді. Сондықтан міне Атырау, сол үшін апа өзіңіз тамада жақсы деп ақшалай беріп жатсыз, сол беретіндерден бола беріңіз. Бәріміз беретіндерден, алатындардан емес, мықты мұсылмандардан болады. Амин.